ақшасын. Күлмәден сіз айттыңыз ғой. Иә, бұларға да айтқан. Иә, мінекей. Ақтай аласың ба анау банкада? Намыстарыңыз енді жоқ па? Жеске кішкентай бір кусок қағаз ғой. Анан. Қалай намыстың қажеті жоқ? Ұлттық намыс. Таза қазақ болсаң, қалай сен оны тек қана таза орысша жазасың? Менде түсінеймін, сіздер айтыңыз, маған вообще қажеті жазып тұр, ол заң. Есіңізге сіз айтыңызшы. Бейсенбай Тегірғұза. Менің аты Тіл туралы заң 21-ші бабын қараңыз. Тіл туралы заң 21-ші бап. Мен сізге айтайын. Тұтынушы құқықтарын қорғау заңы бар. Айтыңызшы, сол заңда неде бар? Конституцияның 7-ші бабы мемлекеттік тіл қазақ тілі, мемлекеттік тіл мәртебесіне ие. Заң жетеді ғой, барлық заң қарап оқу керек қой бәрін. Мен қазір бәрін адамдармен жұмыс істейсіз. Так, намыс. Заңда намыс ол әр адамның өзінің жүрегінде болады, дұрыс па? Жоқ, ұлттық намыс жоқ сізде. Мен сізге дәлелдеп отырмын. Мына кісіне келдесің. Иә, айтты, екі күнде алпыс айтты. Жарты жыл сізге айтыпты, ол білген жоқ. Үлгі болсын деп алып. Жарты жыл сізге айтқанын